Белградта Қазақстан мен Сербия қорғаныс министрлерінің келіссөзі өтті. Қазақстан қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың серб әріптесі Братислав Гашичпен ресми кездесуі барысында екіжақты әскери ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Бағдарлама аясында қазақстандық делегация Сербия қорғаныс өнеркәсіп кешені кәсіпорындарының көрмелеріне барды. Келіссөз нәтижелері бойынша қорғаныс саласындағы екіжақты келісімдерге және 2025 жылға арналған әскери ынтымақтастық жоспарына қол қойылды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы жарғылық органдарының отырысы қарсаңында Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетовпен жұмыс кездесуі өтті. Тараптар әскери ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін және ұжымдық қауіпсіздік туралы шартты ұйымдастыруда қазақстандық төрағалықтың басым бағыттарын іске асыруды талқылады. Тараптар ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің сессиясына және сыртқы істер министрлері кеңесінің, қорғаныс министрлері кеңесінің және ұйымның қауіпсіздік кеңестері хатшылары комитетінің бірлескен отырысына дайындықты қарады. Естеріңізге сала кетейік, бірлескен іс-шаралар 28 қарашада Астанада өтеді. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында қорғаныс министрінің жүлдесі үшін Қоян-қолтық ұрыстан өткен әлем кубогының финалдық жекпе-жегі аяқталды. Әлем біріншілігінің жабылу салтанатына қорғаныс министрлігінің басшылығы, спорт және туризм министрі Ербол Мырзабосынов, әділет министрі Азамат Есқараев, төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Аринов, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асхат Жұмағали, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, көрнекті спортшылар мен қарулы күштердің ардагерлері қатысты. Әлем кубогын ұйымдастыруға халықаралық Қоян-қолтық жекпе-жек федерациясының президенті Сергей Астахов жоғары баға берді. Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов төрешілерге әрбір спортшыны адал, объективті және бейтарап бағалағаны үшін алғыс айтып, жеңімпаздарға кубоктар мен сыйлықтар табыс етті. Әлемнің 15 елінен келген 200 мықты жауынгердің жекпе-жегі ерлер арасында 10, әйелдер арасында 7 салмақ дәрежесінде өтті. Жарыс қорытындысы бойынша алтынды командалық есепте Өзбекстаннан спортшылары жеңіп алды. Қазақстан командасы күміс жүлдегер атанса, қола жүлде Беларусь командасының еншісінде. Өткен аптада Қазақстан қорғаныс министрлігінде Жапония құрлықтағы өзін-өзі қорғау күштері химиялық қорғау училищесінің директоры генерал-майор Акира Мураками бастаған шетелдік делегация болды. Қорғаныс ведомствосында Қазақстан қарулы күштері бас штабы, радиациялық, химиялық, биологиялық қорғау әскерлері және экологиялық қауіпсіздік департаментінің бастығы полковник Ержан Құлмағамбетовтың жапон әскери қызметшілерімен хаттамалық кездесуі өтті. Тараптар жауынгерлік даярлық процесіне радиациялық, химиялық, биологиялық қорғау әскерлерін дамытуға және оларды техникалық жарақтандыруға қатысты ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын талқылады. Алматыда қорғаныс, төтенше жағдайлар министрліктері, ұлттық ұлан және Тұран университеті арасындағы ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Меморандум бірлескен оқу білім беру бағдарламаларын әзірлеуді және іске асыруды, жоғарғы оқу орны студенттерінің практикадан және тағылымдамадан өтуін ұйымдастыруды, ғылыми әдістемелік семинарлар, ғылыми практикалық конференциялар және де басқа да іс-шаралар шеңберінде тәжірибе алмасуды көздейді. Оның бәрі білім беруді тереңдетуге және зерттелген мамандық бойынша практикалық іс-әрекет дағдыларын қалыптастыруға бағытталған ұзақ мерзімді және өзара тиімді ынтымақтастық үшін жұмыс істейтін болады. Орталық әскери округтың Фориш таулы полигонында Қанжар 2024 бірлескен тактикалық арнайы жаттығуы өтті. Оған Өзбекстан мен Қазақстан қарулы күштері арнайы операциялар күштерінің бөлімшелері қатысты. Екі елдің әскери қызметшілері 10 күн ішінде әртүрлі атыс қаруынан атыс жүргізіп, тұрғындар тұратын шартты аймақта ұрыс жүргізу тактикасын пысықтады. Оқу-жаттығу қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен әскери қызметшілер Қазақстан мен Өзбекстан қорғаныс министрліктерінің арнайы төс белгілерімен марапатталды. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институтында 2 жыл ішінде жоғары оқу орны түлегінен рота командиріне дейінгі жолдан өткен жас офицерлермен кездесу өтті. Іс-шараға профессорлық оқытушылар құрамы, курсанттар, қарулы күштердің ардагерлері, әскери мектептердің тәрбиеленушілері мен жас офицерлердің туған-туыстары қатысты. Қарулы күштердің ардагері генерал-полковник Әлібек Қасымов оларды айтулы күнмен құттықтады. 14 үздік жас офицерге құрлық әскерлері бас қолбасшысының орынбасары полковник Бауыржан Абиров үздік маман белгісін және бағалы сыйлық табыс етті.
Жамбыл облысында Қазақстан қарулы күштерінің үздік сержанты атағына арналған 14-ші бүкіл армиялық конкурсының қорытындысы шығарылды. Бір апта бойы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскери бөлімдерінің базасында Қазақстан армиясының 118 үздік сержанты кәсіби шеберліктерін сарапқа салды. Бүкіл армиялық сержанттар байқауының жалпы командалық есебінде оңтүстік өңірлік қолбасшылығының командасы жеңіске жетті. Екінші орынды десанттық шабуылдаушы әскерлер құрамы жеңіп алды. Үшінші орында 14776 әскери бөлімінің сержанттары. Үздік сержант атағын Қазақстан әскери әуе күштерінің өкілі 54835 әскери бөлімінің 3-ші сыныпты сержанты Дархан Аслан жеңіп алды. 14-ші бүкіл армиялық сержанттар байқауы жеңімпаздары кубоктармен, медальдармен және грамоталармен марапаттау рәсімімен аяқталды. Елордада отан қорғаушылар монументінің жанында 68-665 әскери бөлімі жас сарбаздарының әскери ант беру рәсімі өтті. Сарбаздарды парламент мәжілісінің депутаттары, қорғаныс министрлігінің өкілдері, қарулы күштердің ардагерлері, әскери қызметшілер, туыстары мен достары құттықтауға келді. Ант беруге дейін мәңгілік отқа гүл қою рәсімі өтті. Алаңда қатысушылар әскери техниканың заманауи үлгілерімен танысты. 68-665 әскери қызметшілері оларға қоян қолтық ұрыс тәсілдері мен қарумен дефиле элементтерін көрсетті. Армения астанасы Ереванда халықаралық әскери спорт кеңесінің қамқорлығымен әскери қызметшілер арасында күрестен 37-ші әлем чемпионаты өтуде. Онда армия балуандары 1 алтын және 2 қола жеңіп алды. АОСК балуандары еркін күрестен алтын медаль, сондай-ақ грек-рим және әйелдер күресінен қола медаль жеңіп алды. Ефрейтор Мейіржан Әшіров еркін күрестен өз салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанды. Грек-рим күресінен кіші сержант Айдос Сұлтанғали, ал әйелдер күресінен Қазақстан қарулы күштерінің қызметкері Светлана Анкичева қола жүлде иеленді.